Ақсақ құлан. Ертеде Алашахан деген қаһармен елді қалтыратқан мейірімсіз хан болыпты. Оның жалғыз ұлы бар екен. Ол бір күні аң аулауға шығады да бір үйір құланға кезігеді. Баланың атқан садағының оғы бір құланның аяғына тиеді. Ақсақ құлан ақсаңдап қашады. Сөйтіп баланы өзінің үйірінен алыстата береді. Ханның ұлы соңынан қалмай қуады. Ақсақ құлан қаша-қаша үйіріне келіп қайта қосылады. Сол кезде атып олдырып, титықтаған хан баласын құландар ортаға алып, тепкілеп өлтіреді. Жалғыз ұлы хабар ошарсыз жоғалған хан іздетіп адамдар жібереді. Естеріңде болсын, кімде-кім суық хабар естіртсе, көмейіне қорғасынды балқытып құйғызамын деп ескертеді хан. Іздеушілер құлан теуіп өлтірген хан баласының өлігіне тап болады. Ал енді мұны ханға қалай естіртеміз деп дал болады дүйім жұрт. Сонда қаршадай бір бала мен естіртемін дейді де, домбырасын ұстап ханның ордасына келеді. Ханның алдына жүгініп отыра қалады да, ләм деместен домбыраны сарнатып тарта жөнеледі. Күйдің қайталай берген ырғағынан хан ақсақ құлан шошыған, балаң өлген осыдан деген суық хабарды айқын ұғады. Ойбай, жалғызым, құрыған екенсің деп өкіріп жібереді. Хан жарлығы екі болама, енді кімнің көмейіне балқыған қорғасын құю керек? Суық хабарды естірткен домбыра хан қорғасында домбыраның шанағына құйдырған екен. Домбыра шанағының тесігі содан дейді.